Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Бақдәулет. Бүгінгі видео сабақта біздер ұлттық тестілеу орталығының жаңадан шығарған нұсқаларын бірге талқылайтын боламыз. Бұл бізде бірінші бөлім, яғни бүгінгі бірінші бөлімде біздер тек бір ғана дұрыс жауабы бар нұсқаларды талқылайтын боламыз. Екінші бөлімі алдағы уақытта менің каналымда жарыққа шығатын болады. Және бүгінгі видео сабақ бұл басқа сабақтарға қарағанда өте өзгеше болмақ. Өйткені біздер тек дұрыс жауаптарды ғана тест барысында талқылап қоймай, сондай-ақ оның неліктен дұрыс болатындығына назар аударамыз. Егер менің видеомды алғаш рет көріп отырған көрермендерім болса, таныса отыралық. Менің есімім Әзімханов Бақдәулет, Зальцбург және Қазақ ұлттық университеттерінің түлегі болып табыламын, және сондай-ақ IELTS-қа дайындаймын. Жақсы, олай болса, бірінші сұраққа көшейік. The word voyage means a journey by. Яғни, бұл жерде voyage деген сөз нені білдіреді деп сұрап тұр. Voyage дегеніміз бұл кемемен ұзақ шақырымдық жол жүру, не болмаса қандай да бір ұзақ шақырымдық саяхатты voyage деп атаймыз. Кейде voyage'ді біздер plane, яғни ұшақпенен де алмастыруымызға болады. Сонда бұл жерде дұрыс жауап әлбетте ship болады. Ал car бізде көлік, coach дегеніміз бұл үлкен көлік. Bike, велосипед, train, поезд. Coach дегеніміз келесі болып көрінеді. Яғни бұл коучтер қазақтарда икарус дейді ғой, былайша айтқанда. Сол икаруспенен кәдімгі группа болып осылай қыдырып жан-жақты аралау, coach travel деп аталады. Келесі екінші сұрақ, correct meaning of the idiom. Келесі идиоманың дұрыс мағынасын көрсетіңіз дейді. It was raining cats and dogs all day. Жалпы бұл идиоманың негізгі беретін мағынасы бұл өте көп мөлшерде жаңбырдың жаууы, иә. Сонда бұл жерде very cloudy келмейді. Енді running дегеніміз бұл жүгіру ғой. Showering пока қоя тұрайық. Windy дегеніміз бұл желді, иә. Ал shining дегеніміз күннің қатты жарқырауы. Енді сіздер бұл жерде showering деген сөздің мағынасын түсінбеулеріңіз мүмкін. Жалпы shower деген сөз ол душ деген мағынаны білдіреді, алайда етістік мағынасын білдірген кезде ол судың не болмаса жаңбырдың құюы, яғни қалың жаңбыр, көп мөлшерде жаңбырдың жауы. Сонда дұрыс жауап бізде showering heavily. Нұсқасы дұрыс жауап болып табылады. Жақсы, келесі үшінші сұрақ ordinal numerals, иә. Ordinal дегеніміз түбіріне назар аударайық. Order деген сөзден шыққан. Order дегеніміз тәртіп, яғни реттік сан есімді тап деп тұр сізден. Бұл жерде 12 cardinal, яғни есептік, 30 бұл да cardinal есептік, 45 бұл да cardinal есептік, 24 есептік, the first реттік. Өте оңай. Жақсы, төртінші сұрақ correct verb form. Келесі мұнда қалып кеткен сөздің орнында дұрыс етістіктің формасын қойыңыздар дейді. Анар. Жақсы, бірден есімізге анар дегеніміз бұл she деген сөз болу керек. Жақсы, олай болса she деген кейін мұнда to be етістігінің қандай формасы келу керек? Соған назар аударыңыздар. He, she, it кезінде бізде әрдайым is болу керек. Нұсқасы келеді. Am бұл бізде I, were бізде you, they, we кезінде be келмейді. Are дегеніміз сол жаңағы you, they, we кезінде келеді. Міне. To be етістігін егер де білмей жатырған болсаңыздар, қай кезде қалай қайсысы қолданылатындығын осы экраннан көрсеңіздер болады. Жақсы, келесі бесінші сұрақ. She is very strict. Them. Яғни бұл жерде дұрыс демеулікті табуларыңыз керек. Бұл әбден орны қалыптасқан демеулік. Бұл демеулікті біздер strict with бол керек әрдайым. Міне, қарсаңыздар. Be tolerant with others and strict with yourself. Яғни, to be strict with someone, бұл қандай да бір адамға, не болмаса, қандай да бір нәрсеге болсын, адамның қаталдық көрсетуі. Strict with әбден орны қалыптасқан. Сондықтан, нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылады. Бұны жаттап алуларыңыз керек. Алтыншы сұрақ, correct sentence. Дұрыс сөйлемді табыңыздар. Бұл жерде де әлбетте сіздердің сөздік қорларыңыздың қаншалықты жоғары деңгейде дамығандығын және етістіктің шағын қаншалықты дұрыс білетіндіктеріңізді тестілеу мақсатында құрастырылған сұрақ, иә? Енді сіздер мұндағы
have been не болмаса has been деген әбден орны қалыптасқан құрылымды да білулеріңіз керек болады. Жалпы have been to не болмаса has been to дегеніміз бұл қандай да бір жерге барып және сол жерден қайтып келу. Яғни мысалы мен айта аламын, мен Зальцбург қаласында болдым деп. Мен қайда болдым? Қандай да бір жерде болдым. Яғни мекен менде белгілі. Яғни мен қандай да бір мекенде болғанды айтқым келетін болса, яғни нақты уақытын көрсеткім келмесе, онда мен have been to құрылымын қолдан айтуым керек. Және have been to құрылымы бізде ол present perfect жағы. Мысал айтуға болады. He has been to London many times. Ол Лондонда өте көп уақыт болды, я? Көп рет болды дейді. Сонда he has been to London. Сонда дұрыс жауап бізде болады. Have you been to Moscow? Ең нұсқасы дұрыс болады. 7-ші сұрақ. The structure of zero conditional. Яғни нөлдік шартты сөйлемді табыңыздар деді. Өте оңай. Нөлдік шартты сөйлемдер бізде бірінші бөлімде present simple, екінші бөлімде present simple болады. Жалпы оның негізгі қолданылатын жағдайы қандай да бір факт, яғни тұжырымдаманы жеткізу үшін қолданамыз. Мысалы, if you freeze water, it turns into ice. Егер сіз суды қатыратын болсаңыз, онда ол мұзға айналады. Бұл бізде ғылыми факт қой. Сондықтан дәл осы секілді фактілерді жеткізу үшін біздер zero conditionalды қолданамыз. Сонда мұнда дұрыс жауап болады бізде. Так, past simple емес, present simple, present simple. Сынысқасы дұрыс. 8-ші сұрақ. Complex object. Жалпы комплекс объекттің формуласын естеріңізге бір түсірсеңіздер, сөйлемнің арасынан табу өте оңай. Бізде комплекс объекттер былай бар, subject, verb, object, одан кейін 2 plus verb 1. Бұл жалпы ереже. Бұдан да бөлек ережеге бағынбайтын бұның басқа да құрылымдар бар. Алайда дәл осы ережеге сіздер сүйене отырып сөйлемнің ішінен комплекс объектті табуға тырысатын болсаңыздар, онда оңай болады. Сонда қараймыз. I would like subject, verb, object, немесе object pronoun, my sister, 2 plus verb 1. Міне? Дұрыс жауап бізде А. Қалғандарын көреміз. Would you like to understand me? Келмейді. I would not like to understand to my sister. Бұл дұрыс сөйлем емес. I would like to understand my sister. Бұл қарапайым сөйлем. I don't like to understand anyone. Бұл да екеуі бір-бірімен ұқсап тұр. Сонда дұрыс жауаптар болып табылмайды. Тек А нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылады. Жақсы. Келесі 9-шы сұрақ. Appropriate variant. Дұрыс нұсқасы дейді. Bank of River Thames. Яғни бұл жерде River Thames деген сөздің алдында қандай артикль келеді деп сұрап тұр. Жалпы өздеріңіз білетіндей, өзендердің алдында бізде міндетті түрде the артиклі қолдану керек. Ол the Thames болсын, не болмаса ол the Thames River болсын, міндетті түрде the артиклін қолданамыз. Сонда дұрыс жауабы бізде в нұсқасы болады. Жақсы. Олай болса келесі 10-шы сұрақ. Synonym of charming. Charming сөзінің синонимін табыңыз деді. Әлбетте, бірден А нұсқасын дұрыс жауап ретінде алып қарастыруға болады. Charming дегеніміз бұл харизматичный, орысша айтқан кезде. Ал қазақша айтқанда адамның қандай да бір сыртқы келбетіне әдемі болып көрінуі. Lovely, әлбетте, lovely person деп айтуға болады. Ал shy дегеніміз бұл ұялшақ, rude, дөрекі, kind дегеніміз бұл жомарт деген сөзге келеді. Жалпы, одан кейін lazy еріншек, Яғни осы сөздердің тағы да сіздер синонимдерін келесі экранда көріп тұрсыздар, lovelyға charming келсе, онда shyға bashful деген сөз келеді. Rude сөзіне синоним бұл impolite, не болмаса blunt, kind сөзіне affectionate, ал lazy сөзіне passive, не болмаса tired деген сөздер синоним сөздер болып табылады. Бұл синоним сөздерді барынша жаттап алуға тырысыңыздар, өйткені ұлттық бірыңғай тестте дәл осы секілді, бірақ бұлар келмесе де осыған ұқсас сөздер де синонимдерді тап деп келу мүмкін сіздерден. Жақсы. Келесі 11-ші сұрақ. Appropriate suffix. Speech. Дұрыс суффиксі табыңыздар дейді. Жұрнақ. Яғни speech сөзіне бұл жерде қайсысы келеді? Speechless деп айта аламыз. Speechy деп айта алмаймыз. Speechly деп айта алмаймыз. Speechant деген сөз жоқ. Speechness емес, speechless бол керек. Енді дәл осы орайда мен сіздерге тағы да ағылшын тілінен қалай осы секілді сөздерді дұрыс естеріңізде ұзақ мерзімді жаттарыңызда дұрыс жаттауға көмектесетін типс дейді ғой, техникамен бөлісен. Бұл әуендер тыңдау.
Яғни сіздер бос уақыттарыңызда ағылшын тілінде әуендер тыңдайтын болсаңыздар, сіздерге тіпті грамматикалық ережелердің өзін жаттаудың қажеті жоқ. Өйткені сіздер ағылшын тіліндегі сөздерді біле отырып, сол сөздердің әуенін ести отырып, мысалы speech деген екен, less келсе онда speechless деген әуен тыңдасаңыздар, мына жерде ешқандай грамматиканың керегі жоқ, бірден А нұсқасын дұрыс жауап ретінде белгілей алар едіңіздер. Мысалы, Наоми Скоттың speechless деген атақты өлеңі бар. Мысалы, сол өлеңді тыңдаған болсаңыз, онда мына сұраққа дұрыс жауап беру үшін сізге грамматиканы үйренудің, білудің қажеті жоқ та болушы еді. Жақсы. Сондай-ақ дәл қазіргі уақытта осы ұлттық бірыңғай тест тапсырушы оқушылардың назарына дәл қазіргі уақытта менің ұлттық бірыңғай тестке онлайн дайындық курсым предзаписке жазылу жүруде. Предзаписке алдын ала жазылып қоятын болсаңыздар, онда келесі лек басталмай жатырып, бірінші рет сіздерге ескертіп айтатын боламын. Курс бойынша, яғни осы предзаписке жазылу үшін мұнда экранда көрсетілген номерге ұлттық бірыңғай тестке дайындық курсы бойынша деп жазып қалдырыңыздар. Сіздерді көрсе күтетін боламын. Жақсы. Олай болса 12-ші сұрақ. Quantifiers used with uncountable nouns. Яғни саналмайтын зат есімдердің алдында келетін, оларды санауға арналған сөздері, не болмаса олардың мөлшерін, санын көрсетуге арналған қосымша сөздер деп айтуға болады. Енді бұл жерде little, few, many, number of. Қайсы дұрыс? Жалпы number of бұл бізде саналатын зат есімдердің алдына, many дегенде саналатын, few бұларда бізде саналатын зат есімдердің алдында келеді. Ал саналмайтын зат есімнің алдында келетін сөз бұл little. Енді қай кезде қайсы қалай қолданады қарасаңыздар, міне few бізде саналатын, little саналмайтын. A few саналады, a little саналмайды. Number of саналады, amount of дегеніміз бұл бізде саналмайтын сөздердің арасында. Many дегеніміз саналатын зат есімдердің, much бізде саналмайтын зат есімдердің алдында қолданылады. Міне осыны егер сіздер жатқа білетін болсаңыздар, мысалы жаңағы сөздің орнында little емес amount of келсе, онда amount of-ты сіздер ешбір ойланбастан дұрыс жауап ретінде белгілей алушы едіңіздер. Сондықтан да тек жауапты ғана емес, сондай-ақ ережені толық түсініп жаттайтын болсаңыздар, онда ұлттық бірыңғай тестте жоғары балл жинайтын боласыздар. Жақсы. Келесі бізде 13-ші сұрақ correct plural form. Яғни мына сөздердің қайсының көпше түрі дұрыс дейді. Так, фото дегеніміз бізде ол singular form. Photos бұл тек дыбысталу, бұлай жазылмайды. Photos да, сынысқасы дұрыс. Photo yes деп айта алмаймыз. Егер мына жерде photo y болса, онда ies деп жалғауымыз керек еді. Photo yes бұл келмейді. Неге? Өйткені potato деген сөзден кейін сіздер сұрауыңыз мүмкін. Бағдайрет ай, potato деген екен potatoes, яғни oh yes бұл жағанады ғой. Ал неге именно photos деген сөзде s прямой жағанады деп сұрауларыңыз мүмкін. Яғни бұл жерде ағылшын тілінде ережеге бағынбайтын кейбір сөздер бар. Солардың қатарына photos сөзінен кейін тағы да kilos, pianos, videos, hippos, tattoos, zoos and radios деген секілді осы сөздер осы ережеге бағынбайтын зат есімдерінің қатарына жатады. Және бұл сөздерді біздер ұлттық бірыңғай тестке онлайн дайындық курсының ішінде қамтыған болатынбыз. Жақсы, 14-ші сұрақ appropriate variant. Дұрыс нұсқасы Wendy. Бірден қараймыз. Wendy дегеніміз бұл бізде she болу керек. Олай болса present simple'да watches, past simple'да watched болу керек. Жақсы, олай болса, мұнда watch'ты бірден сырт тастаймыз, өйткені ол I watch болу мүмкін, не болмаса you, we, they watch деп айтуымыз керек. Watch дегеніміз көру ғой бұл, етістік. Сонда А нұсқасын сызып тастаймыз қате деп. Так, Д нұсқасын сызып тастаймыз және Е нұсқасын сызып тастаймыз. Бізде дұрыс жауаптар болуы мүмкін я В, не болмаса С. Енді бізде сағат деген сөз бар. Ол сағат қандай сағат болуы мүмкін? She watches a watch in the wardrobe деп айта аламыз ба? Әлбетте. Өйткені біздер нақты қай сағат екендігі бізге белгісіз. Ал she watched watch деп айта алмаймыз. Өйткені бұл бізде general thing болып табылмайды. Сондықтан С нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылады. 15-ші сұрақ interrogative sentence in past perfect tense. Interrogative деген сөз сұраулы сөйлем, яғни дұрыс сұраулы сөйлем табыңыз дейді. Және бұл етістіктің бізде past perfect жағы болу керек. Сонда бірінші past perfect жағын қалай жасалынатындығын естеріңізге бір түсіріп алайық.
ол бізде subject, had, verb 3 or verb ed, иә. Мысалы, I had finished. Бұл бізде хабарлы сөйлем. Енді болымсыз түрі қалай жасалынады? Had'нен кейін not қоя саламыз, иә. Сонда I had not finished болады. Ал енді осы кезде сұраулы сөйлем жасау үшін мұндағы had көмекші етістігін зат есімнің алдына шығарып жібере саламыз. Сонда had I finished болу керек. Көрдіңіздер ме? Енді дәл осы ережеге сүйене отырып тест талқылап көрейік. Had деп басталатын қайсы бізде? Had деп басталатын v және dance қалар екен. Ал қалғандары бізде қателері. Жақсы. Енді одан кейін had she clean or had she cleaned? Қайсы дұрыс болу керек? Әлбетте бізде had she cleaned болу керек. Ереже бойынша verb ed болу керек, не болмаса verb 3 болу керек. Сондықтан мұндағы clean қате болғандықтан, ed жоқ, жаңағыдай verb 1 болғандықтан в нұсқасын дұрыс жауап ретінде алып қарастыра алмаймыз. Жақсы. Олай болса 16-шы сұрақ imperative mood. Imperative бұл бізде бұйрықты сөйлем. Бұйрықты сөйлем әлбетте бізде әрдайым леп белгісімен келу керек. В нұсқасы дұрыс. Stop talking. Қалғандары imperative moodқа жатпайды. To talk, talking, talking to us. Тіпті кейбіреулер мағынасыз да, иә. Келесі 17-ші сұрақ the correct suffix to the word. Яғни келесі сөзге дұрыс жұрнақты табыңыз дейді. Енді psychology, яғни психолог деген сөз, иә. Psychologist бол керек. Мысалы, chemist деген секілді psychologist деген сөз бар. Ал psychologement деген сөз жоқ. Psychologer деп айта алмаймыз. Driver деп айта аламыз. Бірақ drivist деп айта алмаймыз, иә. Сол секілді psychologer деп айта алмаймыз, бірақ psychologist деп айта аламыз. Psychologist деген сөз жоқ. Psychologician деген сөз жоқ. Жалпы суретте Джордан Питерсон деген атақты психолог, мен өте жақсы көретін психолог, егер психология қызығатын болсаңыздар, интернеттен көрсеңіздер болады. Жақсы. 18-ші сұрақ complete the sentence. Сөйлемді аяқтаңыздар. Ал кеттік, олай болса біртіндеп нұсқаға салып көрейік. Much is used with, қараймыз. Much деген сөз дейді. With every countable noun. Яғни much деген сөз барлық саналатын зат есімдермен қолданылады дейді. Дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес. Егер мына жерде many болса, онда нұсқасы дұрыс болушы еді. Every is used with singular countable nouns. Окей, бұл жерден чуть ойлануымызға болады. Пока осыны қоя тұрайық. Дұрыс жауап болып қалуы мүмкін. Сын нұсқасын қараймыз. Some is used with no countable nouns. Яғни some деген сөз бұл саналмайтын зат есімдермен қолданылады дейді. Дұрыс па? Жоқ. Some бізде саналатын да, саналмайтын да зат есімдермен бірге қатар қолданылады. Д нұсқасын көрейік. Many is used with singular countable nouns. Many сөзі бізде жекеше түрдегі саналатын зат есімдермен қолданылады дейді. Жоқ. Many дегеніміз бұл көпше түрде саналатын зат есімдермен қолданылады. No one is used with plural countable nouns. Қараймыз. No one деген сөз бұл көпше түрдегі саналатын зат есімдермен қолданылады дейді. Жоқ, ол жекеше түрде ғана қолдану керек. No one, every, не болмаса any дегеніміздің барлығы міндетті түрде жекеше түрдегі саналатын зат есімдердің алдында қолданылады. Сондықтан бізде в нұсқасы дұрыс жауап болып табылады. Мысалы, everybody одан кейін не болу керек? Wants болу керек. Everybody want деп айта алмаймыз. Мысалы, everybody wants to rule the world деген өлең бар. Сол жердегі мына wants көрдіңіздер ме? Жекеше түрдегі зат есім екендігін көрсетіп тұр. Жақсы. Олай болса 19-ші сұрақ correct affirmative sentence. Яғни дұрыс хабарлы сөйлемді табыңыздар дейді. Жақсы. Так, мына жерде бірінші сөйлем бастайық. She will have been working. Жақсы. She will have been working дейміз дұрыс формула. Бұл future perfect continuous жағы. Енді қалғандарын көреміз. She will have been working барлығында бірдей екен жерге дейін. Жақсы. Ары қарай. For 8 over hours болмайды. For over бол керек. For over 8 hours және for over 8 hours бол керек. 8 сағаттан көп дейді. Сонда by over деген сөз болмайды. Сосын for she will be working дегеніміз бұл да қате.
Сонда примерно бізде 4/8 hours, 4/8 hours, 4/8 hours. Жақсы, мына жерге дейін келді. Одан кейін А нұсқасы дұрыс болуы мүмкін, С нұсқасы, Е нұсқасы дұрыс болуы мүмкін, ары қараймыз. By time we arrive. Жоқ, бізде әрдайым by the time деген болу керек. By ден кейін the article болу керек. Сонда by the time we arrive. Е нұсқасы дұрыс болады. By the time дегеніміз бұл future perfect, не болмаса future perfect continuous шақтарының анықтауыш сөздер болып табылады. Сондықтан да ұлттық бірыңғай тестте сіздер осы ағылшын тілінің шақтарын міндетті түрде жоғары деңгейде білулеріңіз қажет. Сол кезде ғана сіздер осы грамматикаға байланысты жоғары балл жинай алатын боласыздар. Енді 20-шы сұрақ. Correct form of verb. Етістіктің дұрыс формасын табыңыздар дейді. I want to buy this car. If only I. Қараңыздар. If only деген формула бойынша одан кейін етістіктің қай жағы келеді. Егер соны білетін болсаңыздар, ешбір қорықпай дұрыс жауап бере алатын болсыздар. Енді if only не болмаса I wish формулаларынан кейін бізде я past simple, я past perfect, не болмаса could, не болмаса would келуі мүмкін. Мысалы, I wish I lived, не болмаса I wish I had listened, if only I could visit, не болмаса if only you would stop. Көріп тұрсыздар ғой. Қарапайым past simple, past perfect, could не болмаса would келу керек. Енді қараймыз, қай жерде бізде past simple бар? Әлбетте в нұсқасы past simple. Having келмейді, I am having келмейді, have келмейді, has келмейді. Дұрыс нұсқасы бізде в нұсқасы. Жалпы көріңіздер ме, сұрақтар тым қатты қиын емес. Бүгінгі біздің осы бірінші бөлім осымен аяқталды. Екінші бөлім осы алдағы бір күннің ішінде міндетті түрде біздің осы YouTube каналымызда жарыққа шығатын болады. Сондықтан да YouTube каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерді келесі видео сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.